Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құймақты салат дайындаймыз. Ал кеттік. Бізге бір штук осындай свежий огурцы қажет болады, және оны осы мен видеода көрсеткендей етіп турап қоюыңыз қажет болады. Кейіннен сізге 2 помидор, осындай мен орташа 2 помидорды қолдандым. Осылайша помидорды 4-ке бөліп, онды 3 бұрышты етіп турап шығып, осы огурцы қосуыңыз қажет болады. Мен бұл салаттың мөлшерін бір 3 тарелка, 4 тарелка шығады, бірақ егерде сіздер көп дайындайтын болсаңыздар, олардың ингредиенттердің мөлшерін көбейтіп дайындай берсеңіздер болады. Дәл осылай помидор турап болғаннан кейін огурцы екеуін біріктіресіз, және үшінші ингредиентіміз бізге осындай салатный лист қажет болады. Салатный лист болмаса пекинский капустаны қолдансаңыздар да болады, бірақ салатный лист жап-жасыл болып әдемі болып тұрады, және оны да осылайша мен видеода көрсеткендей етіп турап шығуыңыз қажет. Сәл үлкендеу ұшпұрышқа жақын қылғандай қылып турасаңыз әдемі шығады, бірақ өзіңізге қандай форма ұнаса сол күйге турай берсеңіз де ештеңе етпейді. Мен осылай тураған ұнады. Негізі бұл салаттың ішіне сыр да қосу қажет, бірақ бізге сыр үйдегілерге онша ұнамағандықтан мен қоспадым, бірақ сіздер қоссаңыздар болады. Және оның үстіне салатты тарелкаға салғаннан кейін үстінен біреулер бір рецептілерді көрсеңіздер чечил қосады, бірақ оны да мен қоспадым. Мен сәл бюджетный қарапайым жасағым келді. Кейіннен осындай құймақты жасаймыз. Ол үшін мен 5 жұмыртқаны қолдандым. 4-5 жұмыртқаны қолдансаңыздар жеткілікті. Оған тұзды қосып, осылай вилканың көмегімен бәрі бір-біріне араласқанға дейін араластыруыңыз қажет болады. Және мен блины жасайтын табаны қолдандым. Оның астын сәл ғана майлап, осылайша блины сияқты жұмыртқаны қуырып аламын. Менен 5 штук блины шығады 5 жұмыртқадан. Енді 4-еуін дайындасаңыздар 4-еуі шығады. Осылайша аударып, қуырып аласыз. 5 блины шықты, және оны бір-бірінің үстіне қойып, осылайша 3 бұрышты етіп, мен видеода көрсеткендей етіп турап шығуыңыз қажет. Мен сол 3 бұрышты тураған әдемі шығады деп ойлаймын. Осылайша барлығын турап шығасыз. Және турап болғаннан кейін барлығына осы біздің салатқа қосуыңыз қажет. Және бір негізінен колбаса қолдансаңыз да болады, бірақ мен колбаса ұнатпағандықтан етті қолдандым. Копченый колбаса да әдемі шығады. Осылайша етті де пісіріп алғанмын. Осылай турап 3 бұрышты етіп турағаныңыз жөн, бірақ мен сәл майдалау етіп турап жіберіппін. Осылайша бәрін бір-біріне біріктіріп, үстіне майонезді қосып, майонездің мөлшерін жазбаймын, ол біреулер майонез көп болған, аз болған ұнатады. Және осылайша барлығын бір-біріне араластырып, осылай дәмді салат болып шығады. Егер де менің рецептім сізге ұнаған болса, лайк бас, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше.